Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге капкейки рецептімен бөлісемін. Өте нәзік, жұмсақ, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге қажетті ингредиенттер: сүт, 2 жұмыртқа, күнбағыс майы, қант, ұн және қопсытқыш. Ең алдымен ыдысқа 2 жұмыртқа жарып алып, үстіне қантымызды саламыз. Жақсылап венчикпен араластырамыз. Миксерді де қолдануға болады. Одан кейін сүт құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Жақсылап араластырамыз. Күнбағыс майын құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Ұнымыздың үстіне разрыхлитель қосып, ұнымызды електен өткізіп, аз-аздан сала отырып араластырамыз. Сол кезде біздің қамырымыз біркелкі жақсы болып шығады. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Осылай сүйек болып шығуы қажет. Енді осыны капкейктің формаларына салып шығамыз. Мен салмасына шоколад салдым. Қамырымызды толтырмай салуымыз керек. Егер толтырып салсақ, піскен кезде сыртына дейін ағып кетуі мүмкін. Және де қамырымызды арнайы капкейки формаларына немесе силиконды формаларға салып пісіруге болады. 180 градуста шамамен 30-35 минуттай пісіріп алсаңыздар болады. Міне капкейкаларымыз дайын болды. Мен сливки, творожный сыр, сахарный пудра қосып, осындай крем дайындадым. Осылай әсемдеп шықсаңыздар әдемі болып көрінеді. Үстіне жеміс-жидек немесе шоколад қоюға болады. Мінекей біздің капкейкаларымыз дайын. Өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.